Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Микрофон алдында оңғар құрал. Ғибрат алар әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Адам дұға ету керек және әрекет ету керек. Жасы келіп қалған бір әжейдің жалғыз түйесі үйездеп қалады. Ол өлсе, күнкөрісі қиындайтынын уайымдаған әжей қатты қапаланады. Күндіз түні қайғырған әжейдің бұған қолдан келер еш қайраны жоқ еді. Қолынан бар келгені Аллаға жалбарынып, түйесінің сауығуын тілеп дұға етумен болады. Бір күні жайылсын деп қырға шығарған түйесінің аузына нәр алмағанын байқап, еңсесі мүлдем түсіп кетеді. Қолдарын жайып, көз жасын төгіп, дұға етуден басқа шарасы алмайды. Осы кезде пайғамбарымыз бір топ сахабалармен әлгі әйелдің қасынан өтіп бара жатып, «Уа Алланың құлы, неге жылайсың?» дейді. «Түйем өлетін болды, сол үшін жылаймын. Түйеммен жан бағып отыр едім. Ол өліп қалса, жағдайым не болмақ? Түйемнің кеселінен айығу үшін қанша күннен бері қол жайып дұға етудемін. Бірақ дұғам қабыл болмай жатыр» дейді әжей мұңын шағып. Пайғамбарымыз күлімсіреп, «Дұғаңның қабыл болғанын қаласаң, дұғаңа қара май қос, қарамай» дейді. Әжей ойлана бастады. Қарамай қос деген несі? Артынша түсінгендей болды. Қоңсыларынан қарамай сұрап алған әйел алдымен түйенің аузын қарамаймен сүртіп, содан кейін дұға ете бастады. Қарамайдың арқасында түйенің аузындағы бүкіл микробтар өліп, түйе ауруынан айығып кетеді. Яғни кез келген мәселеде тек қана қол жайып дұға ету жетпейді. Оның шешімін іздеу керек. Осыны түсінген әжей пайғамбарымыздың кеңесін тыңдап, түйесін аман алып қалған екен. Алау Әділбаев, Муфтият KZ сайты, Жұма мінбері айдары.